Кейбір халықтар мен діндер шошқа етін жеуге қатаң тыйым салады. Бірақ неге? Бұл жай ғана діни сенім бе, әлде біз білмейтін бір қорқынышты құпия бар ма? Алдымен, ежелгі заманға оралайық. Мыңдаған жылдар бұрын, адамдар шошқаны лас жануар деп санаған. Ол шынымен де кез келген жерде жатып, тамақ қалдықтарын, тіпті кейде өз түріндегілерді де жей береді. Бірақ бұл ғана емес. Орта ғасырларда шошқа етімен улану жиі кездесетін. Себебі онда трихинеллез деген паразит болуы мүмкін. Бұл кішкентай құрттар адам ағзасына кірсе, денені іштен жей бастайды. Қорқынышты, иә. Егер орта ғасырда өмір сүрсең, бір уыс ет жеп, бірнеше күннен кейін тірідей құрттарға жем болар едің. Ал енді мистикалық теорияларға өтейік. Кейбір аңыздарда шошқа бұл қарғысқа ұшыраған жануар дейді. Яғни, олар басқа бір тылсым тіршілік иесінің бір түрі. Мысалы, кейбір мифтерде шошқалар түнде орманға кіріп, таң атқанда оралып, мүлде басқа мақұлықтарға айналады екен. Бұл жай ғана аңыз ба, әлде бір шындық бар ма? Енді ғылыми тұрғыдан қызықты факт. Шошқалардың зәр шығару жүйесі ерекше. Олардың ағзасындағы кейбір улы заттар бүйрек арқылы толық сүзілмейді. Сол себепті зәрдің бір бөлігі тері арқылы бөлінеді. Яғни, шошқа терлегенде оның ағзасындағы қажетсіз заттар терімен бірге сыртқа шығады. Бұл оны басқа жануарлардан ерекше етеді. Ал сен бір кездері өз зәрімен терлейтін жануардың етін жеп көрдің бе? Тіпті ғалымдардың өзі шошқалардың адамға генетикалық тұрғыдан ең жақын жануарлардың бірі екенін мойындайды. Яғни, сен жеп отырған шошқа еті мен сенің етіңді де ең жағынан қатты ұқсас. Бұл туралы ойланғанда өзіңді зомби фильмнің кейіпкері сезінесің, иә. Ал енді күлкілі факт. Шошқалар өте ақылды. Олар есікті аша алады, лабиринт шешеді, кейбірі тіпті иелерінің атын жаттап алады. Егер сен шошқаға дос ретінде қарасаң, бір күні ол сенің есіміңді атап, сенімен сөйлесе бастаса таңғалма. Ал сен қалай ойлайсың? Шошқа етін жемейтіндер дұрыс дей ме, әлде бұл жай ғана аңыздар мен қорқынышты әңгімелер ме?